Саламатсыздар ма? Біз енді пленкамызды кесіп болдық. Пленка дегенде ол мынандай термопленка деп айтасыздар. Әр пленканың өзінің аты болады. Термопленка мынау. Плоттерге салған кезде термопленка дегеніміз жаңағы қазір оттикпен басамыз, мына оттикпен сол кезде уже ысып футболкаға басатын матамызға жабысып қалу керек. Термопленка аты. И плоттерге салған кезде бір жағы глянц, бір жағы матовый болады. Матовый қылып саласыздар арт жағынан, мынау арты пленканың. Осылай саласыздар. Бірақ пленканы теріс қаратып салғандықтан біз әрпімізде жаңағы жазуларымызда теріс қарап тұру керек, яғни горизонтальный қылып, зеркальный қылып жасап аласыздар да, сосын барып кесесіздер. Кесіп, мына біз тазалап жатырмыз. Мұнда негізі тазаланбаған тұр ғой, мұнда әріптер дұрыс көрінбей тұр. Тазаланбаған соң. Енді тазаладық. Мына осылай футболкаларға басайын деп жатырмыз. Мына матовый жағы, арт жағынан тазалаймыз. Мына бетіндегі пленканы алып тастамайсыздар, ол өзінің арнайы пленкасы. Осы пленка бізге керек болады қазір ыстыққа жабыстырған кезде. Міне 10 футболкаға басып жатырық, сандарды бастық, енді жазулар бар. Солардың бәрін тазалап аламыз, дайындап бәрін. Мына жерде біздің жібергеніміз қорылда дайындаған вариантта сіздер көріп тұрсыздар, мұнда горизонтальный бағытта тұр. И кесіп, теріс қарап жабыстырған кезде ол осылай оң болып тұру керек. Қазір барлық процессті түсіретін боламыз сіздерге. Міне сіздерде осылай тұрады. Тазалау үшін теріс қаратасыздар, матовый жағын. Осы мына майыстырсаңыздар, міне әріптің несі көрініп тұр ма? И осыдан жұлып аласыздар, айналасын. Әріп өзі қалу керек. Осылай тазалай бересіздер қолмен. Мұнда бізде қазір шыңғырлау дейтін жазу шығады. Тек әріптің өзін жұлып алмасаңыздар болады. Әріпті жұлып алсаңыздар қайтадан жабыспайды мына прозрачный пленкаға. Плоттеріңіз таза кессе, ол өзі сізге дайындап береді. Мына сызықты көріп тұрсыз ғой, майыстырасыз да ала бересіз осылай. Мынаның дөңгелегін алу керек мысалға. Вообще тырнағымда ештеңем жоқ. Біраз ақ күнде қолдансаңыздар болады. Міне шыңғырлау деп шықты. Осыны жабыстырамыз қазір. Мына жерде сағат неше болды? Түнгі 2:30 болды сағат. Мынау футболкаларымыздың басып жатқанымыз. Мына жерде бомбонилкалар дайын болып жатқан, тілім келмей қалды. Флажоктар тұр. Олардың барлығы ертең алып кететін заттар. Мұнда да тағы бомбонилкалар. Мыналарымыз әзірше өшіп тұр. Қазір мынамен жұмыс жасаймыз. Термопресс аты. И қалай басамыз, неше секунд бәрін көрсететін боламыз. Біздің настройка осындай. 334 болғанда жаңаға уже басуға жібереміз 15 секундқа. Футболканы осылай қойып аламыз. Размері А3. Одан кейін мұнан үстіне 2 А4 қағаз саламыз. Жаңағы жабысып қалмау үшін әріптер. Одан кейін мұна астында бізде мұндай біреуде бөлек болады, сіз өзіңіз оны бетіне қоясыз. А біреулерде аппараттың өзіне жабысып тұрады. Бізде өзіміздің аппаратта жабысып тұрады. Сол үшін біз оны алып салып ештеңе істемейміз. Сізде аппаратыңызда жоқ болса, міндетті түрде қою керексіз өзіңіз қолыңызбен. Міне бастық. 15 секундқа жібереміз. Ол қазір қызып, өзі басып жатыр. И дәл осындай пленка болу керек. Басқа пленканы баспайды ол. Басқа пленка кәдімгі еріп, жабысып, басқа нәрсе істеп кетеді. Өзінің осындай термопленка деп айтасыздар. Міне бітті. Алдық. Кішкене суытып аламыз, қатты ұзақта емес, неде емес. Сосын барып бетіндегі прозрачный пленкасын ала қоямыз. Оны қазір тағып көрсетеміз. Алуға бола ма қазір? Көрінсе ма? Осылай жабысып қалады. Кәдімгідей. Ой, қолым тайып кетті. Кәдімгідей несеп тұр. Матаның ішіне кіріп жабысып қалып тұр. Сосын суға жуғанда кетіп қала ма деп сұрайды. Көбісі суға жуғанда негізі тез кетпейді. Бірақ бәрі 1-2 жылдан кейін енді өзінің несін береді. Қалай салатынын көрсетіп жіберейік сіздерге.
Біз артына басып жатырмыз, сол үшін артына басамыз. Асты осындай төртбұрышты болып тұрады. Өзі қоюға арнайы. Бізде уақыты болды деп дыңылдап жатыр. Анда уақыт болса, осылай дыңылдайды. Осылай қойып баса бересіздер. Соңында қазір қалай шыққанын бәрін көрсетеміз. Осылай бәрін басып алдық. Енді жайлап қолым жауып қалдым да мен. Осындай 13 штук дайын болды. Сатамыз деп па? Килограмм 1000 теңгеден. Ұрлап кетейік деген. Иә, осындай общем. Басында Батыс Қазақстан облысы деп қысқартылған түрі, астында Шыңғырлау деп тұрады. Біздің спорт школға арналған. Осының алдында ғана осы спорт школға арналған 13 штугін жасағанбыз, енді тағы да 13 заказ түсіп тұр.